Баршаңызға қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін осындай әдемі бауыр тортын пісіретін боламыз. Менімен бірге болыңыздар. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытып кетпеңіздер. Ол үшін біз 600 грамм бауырымызды жақсылап жуып, бетіндегі пленкасын алып тастаймыз. Және де мен осындай шоппермен өткізіп алдым. Блендермен де өткізе берсеңіздер болады, және де ет тартқыш мясорубкада да өткізіп алсаңыздар болады. Егер ет тартқышта қолданатын болсаңыздар, осындай сеткамен өткізіп алсаңыздар, ішіндегі андай үлкен іртік-іртіктері сетка алып қалады, және де осындай сұйық күйінде шығады. Менде шопперде қатты сұйық шықпады, қоюлары қатты шықпады. Және осындай бауырымызға 2 жұмыртқамызды және де сүтімізді бөлме температурасындағы тұз бұрышымызды қосамыз. Сүттен 220 грамм қостым. Және де барлығын жақсылап араластырып алғаннан кейін ұнымызды қосамыз. 100 граммдай ұнымызды қосамыз. Біздің тестамыз кәдімгі блинчик пісіретін теста сияқты сұйықтау болу керек. Ұнды көп қосып қойсаңыздар да қою болып қалады. Ең соңынан барып 2 ас қасық шет май құямыз. Мінекей осы аралықта газымызды қосып, табамызды ысыта береміз. Ең біріншісін қана майлаймыз. Негізі бұл табаға майлаудың да қажеті жоқ. Мінекей өте сұйық тау болды. Ысып тұрған табамызға бір ожау құйып, осылай айналдырып пісіріп аламыз блинчиктерімізді. Дайын болар уақытта осылай шетінен өсіп білінеді. Шеті сәл көтеріле бастайды. Сол кезде екінші бетін аударып пісіріп аламыз. Мінекей барлығын пісіріп алдық. Енді осы әр қайсысын осылай кольцомен бірдей етіп, барлығын бірдей етіп бөліп аламыз. Сонда біздің тортымыз топ-томалақ әп-әдемі болып шығады, бірдей болып.
Меніңki барлығы бірдей әп-әдемі болып шықты. Енді ортасының салмасын дайындаймыз. Ол үшін бізге осындай майонезбен чеснок және тұз үшеуін араластырып аламыз. Және екінші салмасы осындай пиязымызбен майдалап турап пиязды бір сәбізді теркадан өткізіп аламыз да екеуін майға қуырып аламыз. Тұзымызды, бұрышымызды қосып, тағы бір кішкене бетін жауып, кішкене бұқтырып аламыз. Мінекей салмамыз дайын болды. Енді осыны кішкене су үшін басқа ыдысымызға салып қоямыз. Және тортымызды жинақтауға кірісеміз. Ең біріншісіне майонез бен чесногымызды қосып аламыз. Осылай барлық жеріне тигізіп жағып аламыз. Екіншісіне осылай сәбізбен пиязымыз, қуырылған пиязымызды жағып аламыз, барлық жеріне тигізіп. Осылай кезек-кезек жаға береміз. Мінекей жинақтап алдық. Енді ең бетін өз қалауларыңызша сәндей бересіздер. Көбісі бетіне жұмыртқаның ағы мен сарысын сәндеп қояды. Бірақ мен оны қоймадым, өйткені осы қуырылған сәбіз, пияз бар және майонез бар, осының өзі де жетеді. Жұмыртқа қоса ауыр болып кетеді деп мен жұмыртқа қоспаймын көп жағдайда. Мен осылай шетіне майонезін жағып, ортасына осында қалған салмасын қойып сәндедім.
шетіне осындай кішкене укроп петрушканы майдалап жіберіп осылай жақтым. Және де қалған жаңағы кольцомен кескен кездегі қалған бауырымыздың шет-шетінде қалған қалдықтарымен мен осындай әдемілеп гүл жасадым. Сол гүлдерімізді қойып шығамын орта жақтарынан. Мінекей шет-шетіне осылай гүлдерді әдемілеп сәндедім ортасына қарай. Петрушканың жапырақтарын қойып сәндеп шықты. Мінекей біздің тортымыз дайын болды. Бауыр тортымыз өте әдемі, ерекше шықты. Жасап көріңіздер. Және де ол гүл жасағаннан қалған бауырлардың қалдықтарын осылай соломка етіп турадым да, жаңа қалған сәбіз бен пиязымыздың қалдықтарын қуырылған және де осындай майонезімізді, укробымызды барлығын қосып тап бір салат істей салдым. Қалған қалдықтары рәсуа болып қалып кетпес үшін. Мінекей дәмі өте әдемі, ерекше. Осындай бауыр салаты да болып шығады. Ешқандай артық қалдықсыз барлығын жасап шықтық. Менімен болғандарыңызға үлкен рахмет. Жасап көріңіздер. Ас болсын.
Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін осындай қайнатпай жасай салатын тез арада аджика дайындайтын боламыз. Дәмі өте ерекше, бір өзгешелігі бар. Жасап көріңіздер менімен бірге. Ол үшін бізге қажетті заттардың барлығын тазалап, ашып, турап алдық. Енді сол заттарды қызанақ, болгар бұрышы, ащы бұрыш, сарымсақ, шекерімізді, тұзымызды және бұрыштарымызды дайындап қойдық. Бірінші кезекте осылай барлығын бір ыдысқа қызанақ, болгар бұрышы, сарымсақ және де ащы бұрыштың барлығын осы бір ыдысқа барлығын ет тартқыштан өткізіп аламыз. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір жазуды ұмытпаңыздар. Неке барлығын өткізіп алдық. Енді тұзымызды, құмшекерімізді және де бізге бұл ашының, аджиканың ерекшелігі бізге осындай қызыл бұрыш пен қара бұрыш керек болады. Қызыл бұрышымызды да өздеріңізге қажетті мөлшерде қосасыздар және де қара бұрышымызды қосып аламыз. Сөйтіп барлығын бірге араластырып шығамыз. Бұл аджиканың жасалу жолы бар болғаны осы ғана. Жасап көріңіздер. Өте ерекше, басқаша дәм береді. Достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Ас болсын.
Баршаңызға қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін осындай әдемі чебуреки жасайтын боламыз. Осындай қытырлақ воздушный чебурекиларымызды дайындаймыз. Ол үшін бізге бөлек бір ыдысымызға еленген 3 стакан ұнымызды салып аламыз. Және де бір шай қасық тұзымызды, және бір ас қасық құмшекерімізді, және 3 ас қасық жетімайымызды құйып аламыз. Бұл чебурекидің ерекшелігі, біз осындай бір стакан қайнап тұрған ыстық суды құйып илейміз. Қатты ыстық болғандықтан бірінші қасықпен елеп аламыз. Одан кейін барып қолымызбен елеп қамыр дайындаймыз. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытып кетпеңіздер. Неге қамырымыз дайын болды. Енді осы қамырымызды кішкене демалдырып қоямыз. Міне етімізден фарш жасап алдым. Енді осындай пияздарымызды шопперге салып, кішкене су құйып жіберіп, езіп аламыз. Майдалап. Енді фаршымызды кішкене қуырып аламыз. Өйткені чебурекиміз тез-ақ пісіп қойғандықтан етіміз пісіп үлгермей қалады. Сол себепті де кішкене май құйып жіберіп, фаршымызды осылай қуырып аламыз. 5-10 минутқа өстіп қуырып аламыз. Бөлек ыдысымызға фаршымызды салып, пиязымызды қосып, салмамызды дайындап аламыз. Тұзымызды, бұрышымызды қосып аламыз. Енді қамырымызды аламыз да осылай ұзынша етіп сопақтап аламыз да. Чебурекиға қамырымызды кесіп аламыз. Мен барлық қамырларды 80 граммнан бөліп алдым. Біздің чебурекиміз үлкен болып шығады. Менде осы еленген қамырдан 10 штуктай шықты. Егер сіздер өлшемін кішірейтем десеңіздер, кіші чебуреки қылып жасай берсеңіздер болады дастарханға салғанға. Қамырларымызды өстіп барлығын бірдей бөліп алып, жаюға дайындап, домалақтап аламыз. Кішкене ұн сеуіп жіберіп, қамырымызды жұқа етіп жаямыз. Барынша жұқа қыламыз, өйткені біздің чебурекилеріміз қытырлақ болып пісу үшін. Алдын ала қамырларыңызды елеп, тоңазытқышта немесе мұздатқышқа да салып тастасаңыздар болады. Керек кезінде алып пісіре бергенге.
салмасын осылай жазып саламыз. Шетін өстіп вилкамен 1 сантиметр көлемінде басып шығамыз. Қызып тұрған майымызға чебурекелерімізді салып пісіріп аламыз. Үстінен өстіп майды құйып отырсаңыздар, чебурекелеріңіз көтеріліп өте әдемі болып піседі. Мінекей біздің осындай әдемі чебурекелеріміз дайын болды. Өте сочный, қытырлақ және де осындай воздушный чебурекелеріміз дайын болды. Жасап көріңіздер. Ас болсын.
Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін осындай әдемі қоян булочки нанын пісіретін боламыз сосискамен бірге. Балаларыңыз өте қызығып, сүйсініп жейтін болады. Жасап көріңіздер менімен бірге. Ол үшін бізге керекті жылы сүтімізді құямыз және де тұзымызды саламыз, құмшекерімізді саламыз және де ашытқы дрожжымызды салып, араластырып алып, еленген ұнымызды қосып, қамыр илейтін боламыз.
Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытып кетпеңіздер. Сіздермен осындай жеңіл әрі оңай ерекше рецепттермен бөлісіп отыратын боламын. Мінекей қамыр үйленгеннен кейін ең соңынан кішкене шет май салып алақанымызға қамырымызды сол шет маймен тағы да бастырып шығатын боламыз. Және де қамырларыңыз көтерілгеннен кейін тағы бір қайтарып тағы бір көтеріп алсаңыздар әдемі болады. Мінекей көтерілген дайын қамырымызды алып, бізде сосискамыз бір пачкасында 10 штук болғандықтан, оны екіге бөлсек 20 штук шығады. Сол үшін де қамырларыңызды 20 бөлікке бөліп алсаңыздар, бөліктеріңіз үлкен болып кетсе де шықпай қалады. Мен 60-65 граммнан бөліп алдым, таразыға салып. Осылай бөліп дайындап аламыз. Қамырымызды жаңағы булочка жасауға дайындап аламыз. Енді түйу жолын көрсетемін. Қолдарыңызды кішкене шет майымен майлап алып, осылай қамырларыңызды ұзынша етіп жайып аламыз. Түйілу жолы өте оңай. Міне қарап, осылай түйіп аласыздар. Әдемі қояндарымыз дайын болды. Мінекей өте оңай түйілу жолы. Жақсылап көріп алсаңыздар. Тағы бір рет көрсетейін. Қолдарыңыз кішкене шет маймен майлап жіберіп, осылай біркелкі етіп жаямыз. Және әдемі қояндарымызды шығарамыз. Мінекей барлық қояндарымызды түйіп алғаннан кейін біз қояндарымыздың екі көзін, мұрнын мен қара күңгіртпен жасадым. Көзі мен мұрнын салып алғаннан кейін бетіне жұмыртқаның ағы мен сарысын араластырып жіберіп, бетіне жақтым. Және осы аралықта пештеріңізді 180 градусқа қосып, алдын ала қыздырып, 25-30 минутта біздің булочкаларымыз дайын болады. Әркімнің пешінің қызу деңгейіне қарай әдемілеп пісіріп аласыздар. Мінекей өте сүйкімді ерекше қояндарымыз дайын болды. Мінекей жасап көріңіздер. Ас болсын.